Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Oylanıp oturup oylar keledi. Adam balası her daim imani zikirde bolsa, imani pikirde bolsa deyip. Zikir degenimiz ne? Köbünde zikir deyip aytsaң кейбіреулер дұрыс түсінбейді. Allah деген сөздің өзі зікір. Зікір деген сөз Алланы еске алу. Allah деген сөздің өзі зікір. Жатсам Алла, тұрсам Алла, тұра алмай қалсам астағфирулла деп біздің аталарымыз айтып жүр. Жаттым Алла сенімен, тұрдым Алла сенімен, тұра алмай қалсам астағфирулла. Міне зікір. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям үйлеріңе кіріп келе жатқанда ассаламу алейкум деп айтыңдар дейді. Неге? Allah'ın selamı olsun o size. Mene zikir. Ve aleyküm selam deyip perişteler cevap kaytarat deydi. Lağnatullah бұл үйге қонамаймыз деп айтады екен. Тым болмағанда тамақ жейді. Тамаққа отырғанда бисмиллахир-рахманир-рахим десе, лағнатулла байқұс күш береді дейді. Болды, тамақта шамадық. Қонамаймыз. Бұл үйден құрайық деп шығып кетеді. Міне зікір. Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар. Міне зікір. Ла хаула ва ла қуввата илля биллах, алийил азим. Міне зікір. Бұның барлығы тілге жеңіл, таразыда ауыр. Расулаллах саллаллаху алейхи ва салламның хадисіне негізделіп айтқан Субханаллахи ва бихамдихи деп кімде-кім күніне 100 рет айтса, теңіздің бетінде көбіктей күнәсі болса Алла кешіріп жібереді. Субханалла, не деген зікір? Сулейман алейхиссалам бір күні жерде қыбырлап жатқан бір құртқа қарайды. Субханалла, ғажап. Осы Алла тағала сені неге жаратты деген? Не қызметің бар осы деп таңғалап бауырлап өрмелеп жатқан құртқа. Сонда құрттың жауабы дейді Сулейман алейхиссаламға. Аллах мені жаратты күніге. Субханаллахи ва бихамдихи, Субханаллахил азим, Субханаллах, вальхамдулиллах, ва ла илаха иллаллах, аллаху акбар деп айтып тұрсын күніне. 100 рет, 1000 рет айтып тұрсын деп жаратты дегенде, Аллаху акбар деп Сулейман алейхиссалам. Міне құрттың өзі, тастың өзі, таудың өзі, күллі мақлуқаттың өзі зікір қылады Аллаға. Жаратылған гүлдің өзі зікір қылады. Қарап отырсаңыздар, кешкі уақытта кейбір гүлдер, кейбір емес, бәрі десек те болады, бас ниет, зікірмен ниет. Ақшам уақыты болғанда, күн батарда зікірмен ниет. Міне, ұлы құдіреті күшті Алла осыны жаратты. Сондықтан ағайындар, біздің өміріміз Алланы еске алумен өту керек. Аллахты еске алумен өту керек. Зікірмен өту керек. Зікір дегеніміз Аллахты еске алу. Осыны ұмытпасын. Әрбір адам баласы зікір деген сөз Аллахты еске алу. Зікір десе шошынатын болдық қой. Сондықтан зикр деген сөз Аллахты еске алу. Себебі Алла тағала Бақара сүресінде фәзкуруни азкурукум, мені естеріңе алыңдар, мен де сендерді есіме алам дейді. Маған бір қадам жақындаған адамға мен 2 қадам жақындаймын. Маған тез жүрген адамға мен жүгіремін деген жоқ па Алла тағала. Міне Алланы еске алу, Аллаға бір қадам жақындау, осы зікірмен болады. Алла тағала өміріміз Алланы еске алумен өтуді нәсіп етсін баршамызға. Алланы еске алумен өтуді нәсіп етсін иншалла. Тілі шыққан балаңызға ла илаха иллаллах Мұхаммадур Расулуллах деген кәлиманы айтып беретіңіздер. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи